Бәріне сәлем оқушылар. Бүгін сіздермен English Plus-тың 43-ші бетіндегі countable nouns тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліңдер, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Когда каналда 10 мың подписчик болған кезде, және 100 комментарий болғанда мен өзімнің кім екенімді айтамын, мүмкін сенің апайың шығармын. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада таңдауымыз қажет, иә? Бірде lot of болады, екіде some болады, үште much болады, төртте any болады. Ал countable саналатын зат есімдерде ол a lot of болады, some болады, many болады, any болады. Жалпы түсінікті, болымсыз болғанда any'ді қолданамыз деген сияқты, саналмайтында much'ты қолданамыз деген секілді. Негізі қатты қиын емес, апайларың түсіндірді деп ойлаймын. Енді мына жаққа келсеңдер, C деген countable, U деген uncountable. Енді қарайық. Bean дейді, бұршақ ол бізде. Балалар, мына жаққа келетін C. Bean деген ол бізде бұршақ, ол бізде countable. Cheese, сыр uncountable, біз сырды санай алмаймыз, сол үшін uncountable. Chip, яғни чипсылар саналады, сондықтан countable. Egg, жұмыртқа countable. Milk, uncountable, саналмайды. Nut, жаңғақтар countable. Pasta, uncountable, біз паста макарон санай алмаймыз. Sandwich, sandwich countable. Бұл жерде soup, балалар soup көрінбей қапты. Soup бізде uncountable, супты санай алмаймыз, және де water uncountable. Енді үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада бізде some, much дегенді қолдануымыз қажет. Бізде бірде some болады, екіде бізде мына жерде көрінбей тұр, менде балалар кішкене хитасын дейді, шатасып кетті, кейбір жерде мән беріңдерші. Much болады, үште any болады, төртте many болады, бесте many болады, алтыда a lot of болады, жетіде some болады. Жалпы түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Мына жерде кішкене өзгерістер бар, бірақ жауап бірдей. Төртке келдік. Төртінші тапсырмада мына жақта сендерге айтады. Write affirmative, negative, яғни болымды, болымсыз жасауымыз қажет дейді. Осы some, any, much, many, a lot of дегенді қоюымыз қажет. Сонымен бастаймыз. At home I drink a lot of juice. Үйде мен көп шырын ішемін. At school we don't eat any sweets. Мектепте біз ешқандай тәттілер жемейміз. On my birthday I eat a lot of cake. Мен туған күнде көп торт жеймін. On holiday I eat a lot of ice cream. Демалыс күндері мен жеймін көп балмұздақты. In winter I don't drink much cold water. Қысты күні мен жеткілікті көп салқын су ішпеймін. 6. In summer I drink a lot of water. Жазды күні мен ішемін көп суды. On picnic we eat some sandwiches. Пикникке шыққанда біз бірнеше сэндвичтер жейміз. Бесінші тапсырмаға келдік. Бесінші тапсырмада мына жерде берілген бізде артиклдар, яғни a and the мен қосып орындауымыз қажет. Апайлардың түсіндірді деп ойлаймын. Мына жерде мен сендерге талдап түсіндіріп берейін. Do you go to the Italian cafe next to school? Мына жерге неге мен Италиян кафейді дизамен белгіледім, өйткені мен нақтылағым келіп тұр. 2. I always have a sandwich for my lunch. Сэндвич біреу, сондықтан әні қолдандым, және бірінші рет айтып тұрмын. Менде әрқашан болады сэндвич менің түскі асыма. I have got an apple and some crisps. Менде бар бір алма және де бірнеше чипсылар. Мына жерге әнді қойдым, себебі бұл жерде көпше емес. 4-ке келдік. He sometimes buys a pizza at the weekend. Pizza біреу болғандықтан деген бір дегенді білдіріп қойдым. Біз кейде сатып аламыз бір пиццаны демалыс күнінде. Do you like the pasta in that restaurant? Мен нақтылап тұрмын, именно осы пастаны жақсы көресің бе, осы рестораннан деп. Сондықтан the-ні қолданып тұрмын. Where is the chocolate cake? It's over there. Мен нақтылап айтып тұрмын. Шоколадты торт қайда деп, ол ана жерде деп, ол да нақтылап тұрғандықтан the-ні қолдандым. 7. She is often has a fizzy drink in the park. Әні қолдандым, себебі бір ғана газировкалы сусын туралы айтып тұр. Біз жиі ішеміз парктегі газированный сусынды. 8. I have got 2 sandwiches for us. Менде бар 2 сэндвичес бізге. Do you want the cheese sandwich or the meat sandwich? Мына жерде қараңдар балалар, бір рет сэндвич туралы айтылды, 2 сэндвич туралы. Ал мына жерде тағы бір рет айтылғандықтан нақтылағаннан кейін the article қойылды.
9-ға келдік. It's hot today. Бүгін ыстық. Would you like an ice cream? Балмұздақ жегің келеді ме дегенде and яғни бір балмұздақ болғандықтан and'ді қолдандым. 10-ға келдік. He is eating a burger chips for lunch and the burger is very hot дейді. Ол бургер жеп жатыр түскі асқа және де бургер өте ыстық дейді. Мына жерде бірінші рет айтылғандықтан екінші рет айтылғандықтан the қолданылды. Жалпы балалар, тапсырма ұнаса каналға тіркеліңдер, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Когда каналда 100 комментарий және 10 000 подписчик болғанда мен өзімнің кім екенімді айтамын, мүмкін сендердің апайларың шығармын. Goodbye, have a nice day. Мына жақта енді видеолар өте көп. Каналға тіркеліңдер, комментарийге рахмет деп жазыңдар.